Сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет алмадан жасалатын ең дәмді және оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Үйдегі бар заттардан керемет, көтеріліп, жұмсақ болып пісетін пирог. Бұл пайдалы кеңестер каналы міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, үстінен қантымызды салып, міндетті түрде ағарып, қанты ерігенше миксерлеп алатын боламыз. Міндетті түрде осы қант пен жұмыртқаны осылай 2 есе көтеріліп, ағарып, қанты ерігенше араластырыңыздар, сонда пирогтарыңыз керемет көтеріліп шығатын болады. Видеоның соңына дейін қарап, қолдап кетіңіздер. Осылай дайын болады. Оның үстінен айранымыздың үстіне кішкене сода салып аламыз. Өйткені айран кішкене қышқылдау болса, әдемілеп айранның қышқыл дәмін білдірмейді. Бәрін қосып тағы бір рет араластырып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Оны да бірге қосып араластырып алатын боламыз. Және осындай иректен өткізіп алған ұнымыз үстіне қопсытқышты салып алдым. Осы ұнды 2-ге бөліп қосып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде ішінде түйіршіктері қалмауы қажет. Өте оңай, өте дәмді, көтеріліп пісетін пирогымыз дайын болды. Енді осы қалыпқа құйып, қалыпқа жабыспайтын болады, өзіне құя берсеңіздер де болады, немесе кез келген формаға салып пісірсеңіздер болады. Бұл пирогтың рецептін барлық пирогтарға пайдалана берсеңіздер болады. Какао салып, зебра жасасаңыздар болады, осылай алма салсаңыздар болады. Немесе кекс қалыпына салып, кекста пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде толық рецептін астына жазып өтемін. Осы пирогты жасасаңыздар, комментарийға өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер және қолдап өтіңіздер. Бұл пайдалы кеңестер каналы әрдайым сіздерге керекті ақпараттармен, пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай дайын болған пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Енді осылай қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты, көтеріліп. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ, балаларға өте жеңіл, дәмді пирог шығатын болады. Қолдап жүргендеріңіз үшін алғыс айтамын. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз.